Тақырып: екінші реттік жыныстық белгілері, жыныстық жетілу, биологиялық және әлеуметтік жетілу. Жыныстық жетілу кезеңі. Жыныстық жетілу бұл балалық шақтан ересектікке өту кезеңі. Бұл кезеңде ағзада көптеген физикалық және гормоналды өзгерістер орын алады. Екінші реттік жыныс белгілері әр жыныста әртүрлі сипатқа ие болады. Бірінші реттік жыныс белгілері сыртқы жыныс мүшелерінің құрылысындағы айырмашылықтар. Олар ең бірінші, яғни туған сәттен бастап көрінеді. Ал екінші реттік жыныс белгілерінің қалыптасуына аталық және аналық жыныс гормондары әсер етеді. Осы гормондар әсерінен қаңқа, шеміршек пен бұлшық ет, сонымен қатар көмей шеміршегі белсенді дамиды. Ер адамдардың көмейі үлкен, 44 мм, дауыс байламдары ұзындау, сондықтан көбінесе дауысы жуан болады. Мойынның алдыңғы жағындағы қалқанша шеміршегінен түзілген дөңестеу шығыңқы жер көмей жұмыры, яғни өндіршек деп аталады. Сонымен қатар, ер адамдардың тістері гормондар әсерінен әйелдерге қарағанда едәуір ірі. Әйелдің көмейі кішкентай, 36 мм, дауыс байламдары қысқа, сол себепті дауысы жіңішке. Бұл белгілер жыныстық жетілу кезінде пайда болатын қосымша физикалық өзгерістерді білдіреді. Ұлдарда бет пен денеде түктердің өсуі, бұлшық еттердің дамуы. Ал қыздарда кеуде бездерінің дамуы, жамбас сүйектерінің кеңеюі, денеде майдың жиналуы, әсіресе жамбас пен сан аймағында. Мысалы, аналық жыныс гормондары эстрадиол, прогестерон және тағы басқалары бетте түктің болмауына әсер етеді. Қаңқасы мен бұлшық етінің даму ерекшелігі: жамбас сүйектері жалпақ, ал кеуде қуысы мен иығы керісінше қарқынды дамымайды. Келесі, екінші реттік жыныстық жетілуде гормондардың рөлі. Гормондар бұл ағзадағы химиялық хабаршылар. Демек, ұлдарда тестостерон гормоны екінші реттік жыныстық белгілердің дамуына жауап береді. Ал қыздарда эстроген гормоны осы белгілердің дамуын қамтамасыз етеді. Сонымен, жыныстық жетілудің маңызы: бұл кезең адамның репродуктивті жүйесінің толық дамуын қамтамасыз етеді. Жыныстық жетілу адамның ересек өмірге дайындалуына көмектеседі.